Сәлем достар, менің есімім Анель, мен сексологпын. Және де где-то бір апта бұрын бір әйел адам маған инстаграмға былай жазған: Анель ханым, сіздің оқырмандар арасында өте көп еркектер бар. Сіз оларға айтасыз ба, әйелдерді ұрмау керек, жақсы күту керек, осындай деп жазған. Мен негізінде шок болдым, таңғалмадым, мен шок болдым. И жауап бергенде айттым, мені осындай психтар оқымайды. Сосын жай сұрау үшін сториске жаза салдым. Оқырман арасында сұрап көрейік, сіз әйел адамға, әйеліңізге қол көтересіз бе? И шыны керек, где-то 100-ден астам адам иә қол көтерем деп жазған. Мен шок болдым қайтадан екінші рет. Негізінде менің мамам жағынан, папам жағынан жанұяда, туысқандар арасында мен сондай зорлық-зомбылықты қол көтеру дегенді көрмедім. Сол үшін бұл бір жабайылық, сол үшін ол дұрыс, есі дұрыс адам қол көтермейді. Да, бұл және де мен оқыған адам қол көтергенде мен одан әрі таңғалдым. Да? Мен айтатын сөздерім қандай, мен қандаймын, и қол көтеретін кісілер. Да? Енді бұл біздің қоғамда бар нәрсе. Жалпы менің жасайтын блог, да, жыныстық қарым-қатынас, бұның ішінде де бұл да бір қоғамдық, да, үлес, және де зорлық-зомбылық жанұялардың ішінде болатын, бұл да бір қоғамдық тақырып деп ойлаймын. Сол үшін оны ашуды шештім. Да. Көбісі айтады, байқағаным, көп әйелдер өздері жазады, әйелден де бар деп, яғни күйеуі қол көтерсе, бұл да әйелден де бар, әйелді өзі виноват дейді. Да. Психология тұрғыдан қаншалықты адам виноват болса да, әйелден болсын, еркектен болсын, бір-біріне лайықты болсын, қол көтеру ешқашан мәселені шешпейді. Әсіресе ішінде балалары болса, балалар оны көреді, да, өсет соны, бұны бір норма ретінде санайды. Нәтижеде айтатыным, ешқашан зорлық-зомбылықпен мәселелер шешілмейді. Бүкіл мәселелер сөйлесу арқылы шешіледі. Қаншалықты мен оқырмандар арасында қанша видеоны көріп, уже ерлі-зайыптылар төсек қатынасын ашық сөйлесуін талқылаған соң уже реттеліп жатыр, да, төсек қатынасы жақсартып жатыр. Дәл осылай сізде бір қиыншылық, түсінбеушілік болса, екеуміз отырып ашық сөйлесу керек. Осылай мәселелер шешіледі. Енді мен осы салада енді білікті маман емеспін, да. Сол үшін білікті бір ұйымға, қорға, осындай зорлық-зомбылыққа қарсы жұмыс жасайтын кісілерге жүгінді. Мөлдір Албан, Свет қоры. Свет ағылшыннан ол Stop Violence and Tyranny, яғни зорлық-зомбылықты тоқтатыңыз деген бір қазақша аудармасы. Сол ұйымның көмегіне жүгіндім. Және де осы Мөлдір Албан, Свет қорының негізінің қалаушысының бірі, пікірін сұрайық. Біз Свет қоғамдық қоры тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдерге ең алдымен кеңес беру арқылы және де психологиялық, заңгерлік, одан басқа әлеуметтік жағдайларын жақсарту көмектерін бере аламыз. Бұл жағдайда берілетін кеңестерім ең алдымен қауіпсіз жерге барып жүзекеге хабарласыңыз. Егер де полицияға хабарласуға күмәндансаңыз және де не істеу керектігін білмесеңіз, біз сияқты қоғамдық қорына, яғни Свет PF парақшасына немесе svetpf.org сайтына хабарлама тастасаңыз болады. Немесе 150 нөмірі бойынша дағдарыс орталықтарына хабарлассаңыз болады. Жүзекке хабарласу арқылы сіз полиция шақырасыз, яғни сізден арыз алынады. Дәрігерлік алғашқы көмек беріледі және денеңіздегі зақымдар болса, соның барлығын тіркеп сіздің ісіңізге қосады. Одан ары қарай сіздің жұмысыңыз сотқа беріледі. Егер де сіз полиция өкілдеріне хабарласпай, жай ғана уақытша бір жерде орнығам десеңіз, онда дағдарыс орталықтарына хабарласып, уақытша психологиялық көмек алып, заңгерлік көмек алып, яғни уақытша орнығуға бала-шағаңызбен немесе өзіңіз уақытша орнықсаңыз болады, және де қажетті көмектеріңізді сол орталықтарда аласыз. Менің тәжірибемде жиі кездесетін оқиға ол тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдер көбіне де кешіріп сол үйде қалып қояды.
оған себепкер ұят, және де әке шешесінің жағдайын немесе бала шағасының жағдайын ары қарай болашағын ойлап кешіріп қалып қояды. Ондай жағдайларда көбейіп жатады. Сондықтан менің жеке өзімнің айтар кеңесім, өз құқықтарыңызды қорғаңыздар, өзіңізге деген құрметті қайтарыңыз, және де сізге зорлық зомбылық жасаған адамды әрине міндетті түрде жазалаңыз, өйткені бұл жағдай бастамасы ғана болуы мүмкін. Свет қорының парақшасын, бүкіл сілтемелерін мен видео астына қойып қоямын. Керек болса міндетті түрде жазыңыз, бөлісіңіз, және де осындай мәселелер бізде азаяды, және де мүлдем болмайды деп мен үміттенемін. Рахмет, сау болыңыз.